Осы Ақтөбеде жетімнің құқығын бұзып, мүлкіне көз тіккен 15 адам тәртіптік жауапқа тартылды. Облыстық прокуратура қызметкерлерінің араласуымен 31 жетім баланың жылжымайтын мүлкі өздеріне қайтарылды. Балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан жасөспірімдердің ата-анасынан қалған үйін өзгелер иемденіп алған. Мысалы, Мәртөк ауданының 13 жасар тұрғыны Слетконың анасына тиесілі үйде бөгде біреулер тұрып жатыр. Олардың баспананы қандай жолмен алғандары белгісіз. Сатып алғандарын растайтын ешқандай құжаттары да жоқ. Құқық қорғаушылар баланың заңды мүлкін өзіне қайтарды. Сонымен бірге жетім балаларды тұрғын үй кезегінің тізіміне енгізу кезінде де өрескел заң бұзушылықтар болған. 156 жетім балдарды қайта кезекке тұрғыздық тұрғын үй алуға. Себебі олар бұрын алынып тасталған, немесе бір келеңсіз жағдайларға байланысты, немесе және уәкілетті органның заңбұзушылыққа жол беру әрекеттерінің арқасында бұлар кезекке тұрмай қалған.